Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Дәурен Әбілтайұлы, азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысымын. Бүгінгі біздің сабақ тақырыбы азаматтық іс жүргізу құқығы пәні бойынша талап қою. Мына презентацияға назар аударсаңыздар, дәріс тақырыбының сабақтың мақсаты сот ісін жүргізудің бір түрі ретіндегі талап қою бойынша іс жүргізудің түсінігін, оның ерекшеліктерін, элементтерін, түрлерін, талап қою алғышарттарын, талап арызды қабылдау және қабылдаудан бас тарту, талап қоюдың құқықтық салдары бойынша теориялық және тәжірибелік аспектілерін қарастыру. Осы мақсатына сай мына негізгі сұрақтарында бекітіп отырмын. Ол 6 сұрақтан тұрады. Талап қою бойынша іс жүргізудің түсінігін, маңызды мақсаты мен элементтерін қарастыру, талаптың түрлерін, талапқа құқықтылық, талап қою құқығының алғышарттары, талап арыздың мазмұны, талап арызды қабылдау, одан бас тарту, талап қоюдың құқықтық салдарын қарастыру. Енді мына Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексте азаматтық сот ісін жүргізудің ең түбегейлі және маңызды мақсаттардың бірі ретінде осы азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғалатын жаңағы қорғауды айтамыз. Қазіргі таңда даулы мәселелер ұлғайып, азаматтардың сот органдарына жүгінуі артқан. Оған сотта қаралатын азаматтық істер санының, жалпы санының жаңағы артуы дәлел екендігін көріп отырмыз. Азаматтық іс жүргізу ең алдымен талап арыз беруден басталады. Яғни тапсырылған талап арыздың негізінде судья істі қозғап, әрі қарай оны мәні бойынша қарайды. Сондықтан талап арызды дұрыстап, заңға сәйкес рәсімдеу маңызды рөл атқарады екендігінде білу керекпіз. Егер де назарларымыз әдебиеттерге аударсақ, мына әдебиеттерде талап қою құқығының заңи табиғаты және оның пайда болуының шарттары туралы мәселеге қатысты әртүрлі пікірлер жаңағы айтылып жатыр. Кейбір авторлар сотқа жүгіну құқығын субъективтік, материалдық, құқықты, соттық немесе өзге заңи қызмет арқылы мәжбүрлеп жүзеге асыруға құқық ретінде қарастырады. Мысалы, Авдиенконың пікірін алатын болсақ, ол кісінің пікірінше азаматтық субъективтік оған қатысты мүмкіндіктер жүзеге аспайынша болмайды. Субъективті құқық мұндай түсінігінде ерекше материалды құқықтардан бөліктенген құқық құруда қажеттілік болмайды. Бұқара көпшілік құқықтың құқық өкілеттігі мемлекетке құқығын қорғау мақсатында жүгіну түрінде болады. Яғни іс жүргізу мағынасында арыздану құқығы болып табылады. Ал енді мына негізгі талаптың түсінігіне келетін болсақ, талап ол құқық туралы дауды шешу үшін бұзылған немесе даулы субъективті құқықты немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғау туралы талап қою арқылы тұлғаның сотқа жүгінуі деп айтылады. Талап ол субъективті құқықты немесе заңмен қорғалатын мүддені сот арқылы қорғау тәсілі ретінде көрініс табады. Талап ол азаматтық істі қозғау тәсілі. Енді мына Қазақстан Республикасының Конституциясына да назар аударсақ, ата заңымыздың 13-ші бабының негізінде жазылған әрбір азаматқа оның құқықтары мен бостандықтарына сот қорғауы кепіл етіледі деп көрсетілген. Азаматтық процестік кодекске де назар аударсақ, 8-ші бабында да айтылған әрбір адам бұзылған немесе даулы конституциялық құқықтарын, бостандықтарын немесе заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге болады делінген. Енді мына
слайдта өздеріңіз қарап отырғандай, осы талап бойынша іс жүргізудің түсінігін, түрлі авторлардың пікірлерін міне көріп отырсыздар. Сондықтан мына түйіндей келетін болсақ, осы сұрақ бойынша ол талап бұзылған немесе даулы құқықты қорғаудың маңызды іс жүргізушілік қорғау құралы ретінде көрініс табады. Ал осы құқықты қорғау жүретін нысан талаптық нысан деп аталады екендігінде біз білуге тиістіміз. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, талап қою бойынша іс жүргізу ол талап қою арқылы қозғалатын, соттың бұзылған, сол сияқты дауланған құқық немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғау бойынша қызметін реттейтін процессуалдық тәртіп. Енді талап қою арқылы іс жүргізу сот ісін жүргізудегі ең негізді маңызды нысан екендігінде білу керекпіз. Азаматтық істердің басым көпшілігі құқық туралы даудан туындайды, ал оларды сотта шешу тәртібі талап арызын беріп, талап қою бойынша іс жүргізуді жаңағы қозғаудан басталады. Енді маңыздылығына келетін болсақ, талап қою бойынша іс жүргізудің, онда сотқа талап арызын беру арқылы қозғалады. Ол негіз болады. Жаңағы судья жаңағы талап арызды қабылдайды. Азаматтық жүргізу құқығының нормалар жүйесімен реттелген, тараптары тең құқықтық жағдайда болатын құқық қатынастан туындаған жаңағы ведомстволық бағыныстылығына жататын істер құқық қатынаста болмайтын шешілуінің барлығын қарастырады. Одан кейін субъективті құқықтар немесе заңмен қорғалатын мүдделер бойынша дауларды қарап шешуге бағытталған. Ал енді талап қою бойынша іс жүргізудің мақсатына келетін болсақ, бұл жерде заңда көзделген тәсілдермен субъективті құқық және заңмен қорғалатын мүдделерді қорғау ретінде көрініс тауып отыр. Одан кейін мына соттың азаматтық құқықтарды қорғау тәсілдеріне келетін болсақ, оларды тану, құқықтың бұзғанға дейінгі жағдайы қалпына келтіру және құқықты бұзу әрекеттеріне тыйым салу ретінде белгіленеді. Одан кейін міндеттемелерді табиғи түрінде орындауды жүктеу, құқық қатынасты тоқтату немесе өзгерту бойынша. Одан кейін жаңа құқықты бұзған тұлғаның келтірген шығынды өтеу, заң немесе шартпен көзделген жаңағы жағдайда тұрақсыздыққа байланысты шығындарды жаңағы өтеу, заңмен көзделген басқа да тәсілдер мұнда болуы мүмкін. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, талаптың элементтеріне келетін болсақ, ол қойылған талаптың мазмұнын, көлемін және негізділігін түсінуге мүмкіндік беретін құрамдас бөлік екендігін біз білеміз. Талаптың пәніне келетін болсақ, ол талап қоюшы соттан қорғауын сұрайды, тағайындауды, тануды немесе өзгертуді, қайта құруды. Заң талаптарының пәні бұл жерде талап арызында міндетті түрде көрсетілу тиісті. Одан кейін талаптың пәнінен, даудың пәнінен айыра білу керек біз. Даудың пәні ол талаптың жаңағы объектісі. Бұл талап қоюшы алуды көзделген материалдық құндылықтар, мысалы мүлік, ақша сомасы, тұрғын үй және тағы да басқа да болуы мүмкін. Одан кейін талаптың негіздемесі элементі ретінде талаптың, бұл жерде талап қоюшының жаңағы талабын негіздейтін мән-жайлар, талап арызға міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Талап қоюшының соттың көмегімен талаптың нысанасы бойынша қорғау түрлеріне келетін болса, ол талап қоюшымен. Бұл жерде екі тарап бар. Азаматтық сот процесінде екі негізгі субъект бар, олар тарап деп аталады. Біріншісі ол талап қоюшы, талап арыз жазып келген сотқа. Екінші тарап ол жауапкер. Жаңағы талап қоюшының талабын бойынша жаңағы жауапкершілікке тартылып атқан субъект. Енді талап қоюшы мен жауапкердің арасында материалдық құқықтық қатынастығы бар, немесе жоқ екендігі туралы дау туындауы мүмкін. Одан кейін жауапкердің талап қоюшымен арасындағы материалдық құқықтық қатынастарынан туындайтын міндеттері туралы дау
мысалы алимент өндіріп алу туралы, тараптардың арасындағы бар құқықтық қатынасты өзгерту немесе тоқтату туралы дау, мысалы жалға алушыны тұрғын үйден шығару деген мағына. Ал енді мына талаптың ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл жерде талап қойушы оның талаптарын реттейтін заң нормаларын талап арызында көрсетуге, өзінің тек талабын негіздейтін және растайтын нақты мән жайларды баяндауы тиіс. Бұл мән жайларды нормасымен осы сот реттеуге міндетті. Енді негіздемесі мына талаптың элементі ретінде өте сондай үлкен мәнге ие. Мына талап қойушы өз талабының негіздемесін дәлелдеуге міндетті. Жауапкер өзінің қарсылықтарын дайындау үшін, яғни жаңағы талаптың негіздемесін теріске шығаратын деректерді көрсетуге тиісті. Сондықтан оның барлығы бұл жерде ескерілуге тиісті. Талаптың негіздемесі оған қатысты тараптардың дәлелдемелік қызметі жүргізілетін, мына айтқанда стержень сияқты болады екендігін мұнда көріп отырмыз. Нысанына байланысты енді талаптың түрлеріне келетін болсақ, бұл жерде тану талабы деген бар, түсінік, былайша айтқанда анықтау. Екіншісі тағайындау талабы, былайша айтқанда орындату. Үшіншісі қайта құру талабы. Енді былай айтқанда конституциялық. Енді әр жаңағы түріне келетін болсақ, жеке-жеке, мысалы тану талабына келетін болсақ, мына талап қоюшының сотқа жүгіну мақсаты ол жауапкер екеу арасында даулы материалдық құқықтық қатынастардың бар немесе жоқ екендігін туралы деректерді анықтау қажет. Тану талабы қойған талап қоюшы өзінің субъективтік құқығын анықтауды, келешекте оның даусыздығын қамтамасыз етуді көздейді. Мына келесі талаптарды қарағанда сот құқықтық қатынастың бар екендігі туралы анықталған деректерге мысалы сүйенеді. Ал енді тағайындау талабына келетін болсақ, ол талап қоюшының сотқа жүгіну мақсаты оның субъективтік құқығының бар екендігі туралы деректерді танытып қоймай, жауапкерді материалдық құқықтық жаңағы міндеттерін орындатуға мәжбүрлету. Ал қайта құру талабына келетін болсақ, бұл талаптың бар екендігі енді мына теориялық тұрғыда дискуссия тудырады, бірақ қайта құру талабын қараудың нәтижесінде сот даулы құқықтық қатынасты өзгертеді немесе тоқтатады. Мысалы, мәмілені жарамсыз деп тану, немесе жаңағы сот тараптардың арасындағы құқыққа қатысты жаңағы мысал бойынша тоқтатуға мүмкіндігі болады. Келесі слайдқа назар аударсақ, талапқа құқықтылық. Ол материалды құқықтық мәні бар. Талап қоюшының жауапкерге материалды құқықтық жаңағы талабын мәжбүрлетіп жүзеге асыру керек екендігін де көріп отырмыз. Бұл жерде екі құқық бар, ол материалды құқықтық. Екіншісі іс жүргізушілік мәні бар. Іс жүргізушілік мәніне келетін болсақ, талап қою құқығы сотта қорғау үшін жүгіну құқығы болады. Бұл Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген сотта қорғануға құқығының бір нысаны ретінде көріп отырмыз. Ал материалды құқықтық мәні дегеніміз ол жаңағы талап қоюшының жауапкерге материалды құқықтық талабын мәжбүрлетіп жүзеге асыру керек екендігін көріп отырмыз. Келесі сұраққа келетін болсақ, талап қою құқығының алғы шарттарына келетін болсақ, бұл жерде талап қоюшының талаппен сотқа жүгіне алуы немесе алмауына мүмкіндік беретін жаңағы шарттар екендігін біз білуге тиістіміз. Оның жаңағы жағымды, жағымсыз деген алғы шарттары, олардың егерде нақтылайтын болсақ, жағымды, егер заң іс жүргізушілік жаңағы мәндегі талапқа құқықтылықтың пайда болуын, оның бар екендігін байланыстырып тұрса, ал жағымсыз, егер заң іс жүргізушілік мәндегі талапқа құқықтылықтың пайда болуы, оның жеке жоқ екендігін байланыстырып тұрса.
екендігінде көрсетіп отыр. Одан кейін мына жерде тағы да қарап отырсаңыздар, жалпы және арнайы деген бар. Жалпы деген ол талап қоюшы мен жауапкердің іс жүргізушілік құқықтық қабілеттілігі, мекемелер іске қатысушы тұлға болу үшін заңды тұлға мәртебесіне ие болу керек екендігі, азаматтардың құқық қабілеттілігі, туа пайда болатын және әр уақытта бар екендігінде мұнда естен түсірмеу керек. Одан кейін арнайына келетін болсақ, бұл азаматтық істердің кей санаттары бойынша дауды шешудің алдын ала сотқа дейінгі шешу тәртібін сақтау деген мағынаны бұл жерде білдіріп отыр. Ал енді мына екінші несіне келетін болсақ, талап қоюдың алғышарттарының жағымсыз. Сол тараптар, сол нысана, сол негіздемелер бойынша дауға байланысты заңды күшіне енген, соттың немесе өз өкілеттігі шегінде қабылданған басқа да юрисдикциялық органның шешімін болмауы және соттың өндірісінде сол тараптар арасында сол нысана, сол негіздеме туралы істің жаңағы болмауы екендігі көрініс тауып отыр. Одан кейін келесі мына слайдқа назар аударсаңыздар, талап арыздың мазмұны. Енді бұл талап арыздың мазмұны біріншіден кіріспе бөлігінен тұрады. Ол кіріспе бөлігі дегеніміз мына соттың атауы, берілетін соттың атауы, талап қоюшының атауы, тұрғылықты жері, оның растайтын мәліметтер, талап қоюшы ұйым болса оның орналасқан жері, жаңағы барлық реквизиттері болуға тиісті. Одан кейін екінші тарап жауапкердің жаңағы атауы, тұрғылықты орналасқан жері, жұмыс орны, барлық мәліметтер бұл жерде кіреді. Одан кейін жаңағы мына сипаттау, мүліктік сипатта болса, егер талап, онда жаңағы мына талаптың нысанасы, құны көрсетілуі тиіс. Одан кейін жаңағы келесі талап арызын сипаттау бөлігіне келетін болсақ, ол талап қоюшының талаптарын негіздейтін мән-жайлар, дәлелдемелер көрсетіледі. Талап арызын дәлелдеу бөлігіне келетін болсақ, бұл жерде жаңағы мүдделі тұлғаның пікірі бойынша дауды шешетін заң көрсетілуге тиісті. Одан кейін талап арызын қарар бөлігіне келетін болсақ, жаңағы тұлғаның оның пікірі бойынша бұзылған құқығы, заңмен қорғалатын жаңағы мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін талаптары көрсетіледі деген мағынаны білдіріп отыр. Келесі слайдқа назар аударсақ, талап арызды қабылдау және қабылдаудан бас тарту деген. Енді талап арызды қабылдау деген ол талап арыз түскеннен бастап 5 жұмыс күні мерзімінде оны қабылдау туралы мәселені шешуге құқылы судья. Талап арызды қабылдай отырып, сот азаматтық істі қозғау туралы бұл жерде сот актілердің бірі ұйғарым шығарады. Талап арызды қабылдаудан бас тарту деген түсінікке келетін болсақ, бұл жерде арыз талабы азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға және шешілуге жатпаса, мысал талап арызды қабылдаудан бас тартады. Сол тараптар арасында сол нысана, сол негіздеме бойынша шығарылатын соттың заңды күшіне енген шешімі немесе талап қоюшының талабынан бас тартуына байланысты іс жүргізуді тоқтату туралы немесе тараптардың бітімгершілік жаңағы келісім бекіту туралы сот ұйғарымы болса, сондықтан міне өздеріңіз байқап отырғандай мерзімдері барлығы көрсетілген. Келесі сұрақ бойынша талап қоюдың құқықтық салдарына келетін болсақ, енді бұл жерде материалдық құқықтық, екіншісі жаңағы іс жүргізушілік құқықтық деген мағынаны береді. Енді материалдық құқықтыққа келетін болсақ, бұл жерде ескіру мерзімінің үзілуі, мүлікті қайтару туралы талап қойған уақыттан бастап, мүлік иесіне мүлікке байланысты түскен барлық табыстарды қайтару, талап қойылған уақыттан бастап алимент өндіру, егер осы саланы алатын болсақ, одан кейін келесі саланы алатын болсақ, денсаулығына келген зиянды немесе асыраушысынан айырылуына байланысты шығынды өндіру туралы істер бойынша арыз берілген күннен бастап келтірілген шығынды өндіру материалдық тұрғыда. Ал енді іс жүргізушілік құқықтық салдарын алатын болсақ, құқықтық ол нақты жаңағы азаматтық іс бойынша іс жүргізудің басталуы, баламалы соттың бойынша мүдделі тұлғаның істі қарау оның орнының таңдау құқығынан айырылуы және шарттық соттылық бойынша тараптардың істі қарау орнын таңдау құқығынан айырылу деген мағынаны бұл жерде білдіріп отырады. Сондықтан мына азаматтық сот ісін жүргізудің
міндеттерін, негізгі міндеттерін айтатын болсақ, бұл жерде азаматтардың, мемлекеттің және заңды тұлғалардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтарын мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру деген міндет бар. Одан кейін азаматтық айналымда заңдылықты сақтау, істің толық уақытылы және әділ қаралуын және шешілуін қамтамасыз ету бойынша. Одан кейін дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесу. Одан кейін құқық бұзушылықтардың алдын алу мен қоғамда заңға және сотқа құрметпен қарауды қалыптастыру деген мағынаны білдіреді. Енді сіздерге мына жерде тағы да дайындап қойған материалдарды көрсетіп шықсам. Қазақстан, мысал сіздердің назарларыңызға мысалы sud.gov.kz сайтына, Қазақстан Республикасының жоғарғы сайтына сілтеме жасап отырмын. Бұл жерде міне қарап отырсаңыздар, білген дұрыс деген жаңағы мына тармаққа кірсеңіздер, бұл жерде өздеріңіз байқап отырғандай, мына сотқа жүгінген кезде не істеуге болады, қандай тәртібі бар, талап қою арыздардың және басқа өтініштердің үлгілері қандай. Міне соны басқан кезде, міне талап қою арызының және басқа да өтініштердің үлгілері көрсетіліп тұр. Енді бұл жерде жаңағы талап арызының бір түрі ретінде берешекті өндіріп алу туралы ашатын болсақ, міне жүктелді, осы талап арыздың үлгісі шықты. Міне берешекті өндіріп алу туралы талап қою. Міне барлық үлгісі міне шығып отыр. Бұл жерде міне толтыруға болады талап арызды үлгілері міне. Одан кейін сіздерге тағы да бір сілтемені көрсетейін деп тұрмын. bestprofi.com деген сілтеме. Соның ішінде best docs дегенге міне кірсеңіздер, жаңағы құжаттар шығады. Соның бірі міне қазақшада, орысшада бар, екі тілде осы жерде қарап отырсаңыздар, жаңағы айтып атқан талап арыздың түрі бойынша міне тағы да үлгісі де шықты. Мысалы, шарт міндеттемелерін орындалмау туралы талап арыз. Міне соттың атауы, бастапқы күні, шарттың жауапкердің міндеттемесі, шарттың номері, шарттың атауы, жауапкердің міндеттеменің бұзуы деген, қарсы талап деген міне тағы да үлгісі тұр. Соттан сұраймын деп міне нақты құжат. Одан кейін қол қоюшының лауазымы, күні, жылы, заңды тұлға болса заңды тұлғаның міне барлық ақпараттарды осы жерден де алуға болады. Одан кейін мына adlet.zan.kz деген сілтемені көрсетіп отырмын сіздерге. Осының ішінде міне өзгертілген, толықтырылған заңдардың тізімі, нормативтік құқықтық актілердің тізімі бар. Осы жерге қарасаңыздар, мына бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша талап қою бойынша ісін жүргізу деп аталады. Міне екінші кіші бөлім 14-ші тараудан өздеріңіз қарап отырғандай талап қоюдың саны мен мазмұнынан бастап міне барлық осы азаматтық процестік кодекстен мәліметті алуға сіздерге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.